Kısa Mustafa'nın 8. sınıf okuşu Manolova. Tabiatda ayalar, жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілердің республикалық форумының жасыл идея номинациясы бойынша жобаның тақырыбы болашаққа көзқарас. Жобаның мақсаты үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін енгізу арқылы экологиялық бағыттағы белсенділік азаматтық позициясы бар табиғатқа ұқыпты қарайтын жасыл ұрпақ тәрбиелеу және волонтерлік қозғалысты дамыту. Жобаның міндеттері: біріншісі бұл білім беру саласына мектептер мен оқу орындарында жасыл мектеп моделін енгізу, экологиялық білімді ойындарын және де интерактивті әдістер арқылы қызықты етіп түсіндіру. Екіншісі бұл қоғамдық серіктестік саласында қоғамдық ұйымдармен және де мемлекеттік мекемелермен бірлесіп экологиялық іс-шараларды ауқымын кеңейту, экобастамаларды қолдаудың ақпараттық платформасын құру. Үшіншісі бұл тәрбие және волонтерлік саласында өз-өзі басқару негізінде жасыл клубтар желісін құру және де оларды тұрақты жұмысын ұйымдастыру, жастарды экологиялық акцияларға шақыру және де практикалық дағдыларын дамыту. Жобаның өзектілігі: қазіргі таңда экологиялық мәселелер тек техникалық шешімдері ғана емес, ең алдымен адам санасының трансформациясын талап етеді. Экологиялық дағдарыс климаттың өзгеруі және табиғи ресурстарды сарқылуы жағдайында жас ұрпаққа дұрыс тұтыну мәдениетін қалыптастыру кезек күттірмейтін мәселе. Жүйелі білімнің тапшылығы: теориялық білім мен практикалық дағдының және де арасындағы алшақтық. Әлеуметтік жауапкершілік: болашақ көшбасшылардың оқушылар мен студенттердің қоршаған орта алдындағы жеке жауапкершілігін ояту қажеттілігі. Жобаның тұжырымдамасы: біздің мәселеміз бұл экологиялық сауаттылықтың төмендегені шешімі. Мектеп қабырғасынан бастап практикалық экологиялық тәрбие беру. Мақсатты топ: оқушылар, студенттер, белсенді азаматтар. Жобаның 4 негізгі блогы бар. Біріншісі бұл жасыл мектеп, инфрақұрылымдарды өзгерту. Екіншісі бұл еріктілер қозғалысы, практикалық іс-шаралар. Үшіншісі бұл экоклубтар мен ЖО жанындағы шығармашылық топтар. Төртіншісі бұл қоғамдық ұйымдармен серіктестік. Жасыл мектеп: мектептегі ресурстарды үнемдеу және де қалдықтарды сұрыптау жәшіктерін орнату, энергия үнемдейтін шамдар мен су үнемдегіш сенсорларын қолдану және де пластиксіз мектеп саясатын және де асханада пластик ыдыстардан бас тарту. Мектеп жанындағы жасыл зертхана: мектептің жанынан ауласындағы шағын жылыжайларды орнату және де оқушылардың өз қолымен өсімдік өсіруі, агроэкологиялық білімдері. Экологиялық білім беру және экоклубтар. Экоклубтардың қызметі: апталық эколекциялар мен кино көрсетілімдері, ашық сайтының шеберлік сағаттары, экологиялық пікірсайыстар мен брейн-рейдтер. Инновациялық оқыту әдістерін қолдану: бұл VR экспедициялары, табиғаттың ластану зардаптарын виртуалды көру, эко-ойындар, мобильді қосымшалар арқылы сұрыптауды үйрену. Волонтерлік және қоғамдық шаралар: бұл бір бала бір ағаш акциясын әрбір мектепте бітірушілер қолдануы, түлектердің ағаш егу дәстүрін қалыптастыру, ағаштарды цифрлық карталарға енгізу. Екіншісі бұл таза қала, таза өлке акциялары. Плогинг: жүгіру кезінде қоқыс жинау марафоны, өзен жағалаулары мен саябақтарды тазартудың кешенді жоспарлары. Үшіншісі бұл қоғамдық ұйымдармен жұмыс. Үкіметтік емес ұйымдармен бірлескен эко-толық конференциялары, бизнес секторды жасыл демеушілікті тарту. Біздің коммуникациямыз бұл эко-амбассадорлар және медиа, әлеуметтік желілерде, эко-челленджерде хэштег принциптер және де хэштег эко-школ кезет қолдану. Біздің насихаттауымыз бұл мектеп ішіндегі жасыл радио немесе газет, марапаттау жүйесі, эко-бонустарды қолдану, ең белсенді волонтерлар мен жасыл сыныптарды ынталандыру жүйесі. Күтілетін нәтиже және болашақ: біріншісі бұл әлеуметтік тиімділік, жастардың экологиялық жауапкершілігінің артуы. Екіншісі бұл экологиялық мәселелерге бей-жай қарамайтын еріктілер пулын қалыптастыру. Жобаның дамытудың 3 жылдық жоспары бар. Біріншісі бұл 2026 жылы қалалық мектептерді қамту, 2027 жылы облыстық волонтерлік желіні құру, 2028 жылы республикалық жасыл мектептер альянсын құру. Қорытындылай келе, біз табиғатты ата-бабамыздан мұра қалған жоқпыз. Біз оны болашақ ұрпақтан қарыз қалдық. Назарларыңызға рахмет. Бірге жасыл болашақты құрайық.